сәлем достар, мен анама қош келдіңіздер. Бүгін менде ерекше қонақ. Бүгін менде қонақта анам. Есімі кім? Мақпал. Жасыңыз қаншада? Сізден бірден сұрайын. Жасым 33-те. Бүгін мен анам болады. Сіз тока-бока бүгін мама үй соғады. Біз үй дайындап қойдық. Мама тока-бока бірінші рет ойнап жүр, Иә. Маманың заманда болмауы. Біз мамаға осы үйді соғып қойдық. Енді ішіне кіреміз. Давайте кеттік. Біз үйге кірдік. Енді мамаға береміз телефонды. Давайте мама. Мына жерге кіреміз. И таңдаймыз. Сізге біріншісіне қайтсын айтып? Так, кеше біз дейсіз ба? Мынау ұнай ма? Әлде мынау ма? Осы ма? Енді екінші бөлме. Мынаны алып тастаймын. Бұны алып тастаймын. Туалет, душ. Душевой не? Душевой? Пол мына жер. Қайсы болады ма? Осыны кеше ойып душқа қойған ма? Странный машина бұл жерде бар. Енді на комната. Кесім сұрайын, мен інім несін керем бақырып отырған яқты. Мамаға қарап алып. Так, мама, сіз енді мынаны астына жүріңіз да біреуін тыңдаңыз. Қайсын айт? Басыңыз, мама. Әкеңіз қолыңызбен. Басыңыз. Тоқтаңыз. Бүйтіп ұстаңыз. Ой, мөлдір. Бүйтесіз да, мама ше? Сөйтіп бүйтіп бастасыз. Вот, бәріне қойдық, жай алдым. Енді үстіне мынандай бар. Үйлесетін. Мынау жақсы ма? Содан кейін атам бар. Енді өзіңіз ұйымдастырыңыз. Мына болады. Былай істейсің, былай алысты. Бүйтіп жай аласыз. Енді полды да сөйтіп істеп көріңіз. Астыға жүріңіз. Болады ма? О май гад, мына. Так, былай. Вот, мам, осы 4-ақ бөлме бар бұл жерде. Сау болсын ба? Енді басына басайық. Мына жерде кухня қыласы ба? Мына жерде пеш бар. Холодильник бар. Холодильниктер бар. Мынандай күшті болсын. Несі да бар. Енді мынандай пеші сондай бар ше. Мына жаққа. Әлі толы холодильник бар. Мынау ескі монтағы. Яқа кірес. Онда мынандай қоятын бар. Өзінің парасы бар ғой, мамам, білесіз ба? Астына жүрсеңіз, мынау осыныкі. И шкафы бар да, мынаның. Мынаның шкафы бар да. Бірақ оның мынандай шкафы бар да. Енді оның мынандай шкафы бар еще. И андай ауа соратыны бар. Ауа соратыны бар. Мына жерге қоюға болады. Ой. Газ сорама вот. Біздің үйде не басылмайсың. Кранға тимейді. Енді столға кірес. Мына жақта. Енді қалған столыңыз қалансаңыз. Ана жерге қоя беріңіз. Ана жерде столчик бар. Басыңыз, ішіне кіріңіз. Қалған столыңызды көріңіз. Басып қоя беріңіз. Ана жерге қойып қойыңыз. Біздің стол осындай қоңыр, я? Отырғандағы. Мына жерге болды. И неде клем бар. Клем қойыңыз. Так, енді біз клем таңдаймыз мамаға. Так, мамаға. Қандай клем таңдайсыз, мама? Сізге кухняға.
мына крем біздің үйдегідей сияқты екен, иә? Мынау болады. Ойбай. Оранжевый нет. Мынау ма? Так, енді мына душ. Мен душты мама өзі құрастырады. Анан алып тастай салып тұра берсін. Так, енді сіз душ қойыңыз. Мамаң өз істес. Мына жаққа қойып қойыңыз. Мына жерде не бар? Әжетхана бар. Әжетхана бар. Мына жерде унитаз жуынатын. Бассаңыз өз істеріне береді. И мына жерде айна бар. Төрт бұрышты айнаны былай мамаға қойып береміз. Мамаға бір-біріне кішкене жақындастырыңыз. Қазір не болады? Стиральный машина. Мына жаққа кіріңіз. Ой. Кешіріңдер, қолым тиіп кетті менің. Қазір қолым тиіп кетті. Қолым тиіп жатыр, мама жасап жатқан жұмысының бачетін шығарып жатыр. Результат жоқ. Так, былай енді сұрадым. Былай. И енді бұл жақта міне мынандай стиральный машиналар біреу. Енді крем бар. Крем керек емес па? Мынаны қойып қойса енді. Енді зал. Мынандай біз отырған сияқты. Мынандай қойайын ба? Ортасына бір диван бар. Қандай диван бар еді, қаны көрейін. Мынандай ма? Бірақ бұндай түкі андайында ше мама. Мынандай отырады. И бұлай қойып қоямыз мынаны. Столчик ба? Жоқ, бұл андай отыратын сияқты. Төсекке қоя салайын ба? Стол ғой. Крем төсе. Мынандай көйлек қоямыз. Мына жерде телевизор бар. Ойбай, бұл ойыншық екен ғой. Телевизорны бұрышқа қоямыз. Так, телевизор. Так, қандай телевизор қойсақ болады? Мынандай ма? Мына жерге не қояйын? Гүл жоқ. Гүл бар. Гүлдер бар. Гүлдің жеті бар. Мынандай гүл бар. Так, сосын қандай гүл болсақ? Мына гүл ше? Мына гүл ма? Картинка қоямыз. Дуалдарына. Бұлай қойып қояйын гүлді. Вот. Мына бұрышына тағы телевизор қойып қояйын ба? Гүл қой. Ұзын жасыл гүлдерді. Пальмалар ше? Ой, бұл сыртта өсетін пальма болып қалды. Бұлайынан біреу жете ма? Екеу жете ма? Біреу жетеді. Аста бір ені кішкентай біреу қойып қой. Бұлынан дуалына дейік. Дуалына не елеміз? Екі терезенің ортасына. Картиналар. Әдемі. Мынандай картиналар бар. Мынандай. Тағы ар шетіне бір. Бұл ма? Ортаға. Болды. Енді крем қоямыз залға. Залға қандай крем қоямыз? Оны қойын салайық па? Жоқ. Соның астында. Мынау жасылдың астына. Соның астына. Мынау? Болды. Енді мынау не болады? Ажанға қандай бөлме қалды? Болды, басқа жоқ міне. Терезе бар. Ажаны бөлме жоқ. Төрт-ақ бөлмелік. Екеу, мына жақ екеу болды, төртеу. Кровать қою керек, кровать. Ойбай.
Қандай мам? Кім? Детский боламын енді ол. Детский болсын ба? Так, неде екеу жатады, екі қыз жатады, так. Деп, екі бала жатады дейтін. Бер жағынан мамасы қыршында білемін. Мынандай қойайын ба? Жоқ, сіздердікі сияқты қоңыр бар еді ғой қазір. Тауып алайыншы мен сол қоңыр. Мынау. Соғысты жақсы. Енді ана екі балағым. Вот мынандай бар. Мына жағынан біреу қоямыз. Әлден әрге ме? Бәрібір таңда Жата берсін. Бірақ бөлек жатамын. Бірақ шкаф тимей қалды ғой. Қайтадан машинаны алып таста. Машинаны дейма. Ол диван нақта тұрсын да бұрышта. Екеу ма? Жоқ, екі машинаны алып таста, мынаны неққа қой. Аха. Екі машина бүйтіп тұра берсін. Шифонерлер қой. Екеуін бүйтіп қойып қатармен тізіп. Шифонерлер қой. Мам, мынандай шыққан ғой, ше білесіз ба? Бұл андай машина сияқты ғой, короче. Қандай? Қоңыр шифонерлер. Қоңыр шифонер, мынаған подцвет мынау бар. Вот. И мынандай бір Тұмышкасын қой, болды. Клем төсек. Бір картинка ек. Так. Енді детский понятныға не қойыз? Шахмат сияқты. Соны қоясыз. Шахмат сияқты. Мынау ма? Жоқ, астында. Мынау ма? Енді картинка қоямыз. Картинка. Ұлдарға міне. Міне. Қыздарға міне. Екі қызға. Так, енді мамама мына жаққа міне. Қоңырлау. Так, біз сіздердің көздеріңізше үй соқтық. Міне. Еще мына жерге не қоюға болады ғой? Қайда еді? Тоқтай тұрыңдар. 5-10 мынандай болады. Қойып қойайын ба? Так, болды біздің үйіміз. Болды, көздеріңізше мама үй соқты, мамам. Вот. Анам соқты. Не дейсіз ма, көрімнің достарыма? Мақұл онда. Видеоны сіздер маған лайк басып, коммент жазыңыздар. Егер анамен тағы видео шығар десеңіздер, комментке жазып кетіңіздер. Түсіремін мамамен. Сау болыңдар. Всем пока.